Тригонометриялық теңсіздіктерді бірлік шеңбер арқылы шешу. Тангенс пен котангенсті көрсеңіз бұл видео сабақта. Біз тангенстің білеміз мағынасы, тангенстің мағынасын білеміз. Ол синус бөлінген косинус. Ол бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек, сондықтан косинустың нөлге тең болатын мәндер алып тастаймыз. Косинус нөлге тең 90 градусты және минус 90 немесе 270 градус. Сондықтан бұл екеуін алып тастаймын. Тангенс мына екі жерде мәні жоқ, мүлдем. Бұл екі нүкте бір шекара сияқты болады. Ал котангенс ол керісінше, котангенс деген ол косинус бөлу синус. Бөлшектің бөлімінде синус тұр, ол нөлге тең болмау керек. Синус нөлге тең болатын жері ол 0 градустан нөлге тең және пи 180-де нөлге тең. Сондықтан бұл екеуі котангенсте, бұл екеуінде мәні жоқ. Котангенс бұл екеуі котангенстің шекарасы сияқты. Тангенс арқылы не берілсе, тангенске бір теңсіздік берілсе, онда бірлік шеңберіне осылай салынады. Үстіңгі және астыңғы нүктелер алынып тастайды екі шекара. Ал котангенс арқылы теңсіздік берілсе, оң жақ, сол жақ екі шекара алынып тастайды. Яғни мынау бірден көрініп тұр. Біз котангенспен жұмыс істеп жатқанымызда, мынадан бірден біз тангенспен жұмыс істеп жатқанымыз көрініп тұр. Енді біз тағы да бір нақты бір не алайық, теңсіздік алайық, сосын соны қарастырайық, соны шешу жолын. Айталық, тангенс мынарда альфа ретінде бір өрнек жазылуы мүмкін. 0,5х қосылған пи бөлінген 6 деп алайық, иә. Оның барлығы біз үшін альфа. Мына жерде қандай болса да, оның барлығы біз үшін альфа. Кіші немесе тең дейік, қатаң емес жағдайын айтайық, немесе тең 1 бөлу түбір асты 3. Енді ең бірінші біз мынау тангенс болғандықтан тангенстің таблицасына қараймыз, мынандай санды іздейміз. 1 бөлу түбір асты 3 немесе түбір асты 3 бөлу 3. Ол тангенстердің таблицасындегі бар мән, ол 30 градус немесе пи бөлінген 6 радианмен. Мынардан 30 градустық өлшемді салам былай. Мына жерде мына нүктені пи бөлінген 6 белгілеймін. Пи бөлінген 6 белгілеймін. Оны бояп қоямыз. Неге боямыз? Ол немесе тең деп тұр, иә. Енді мына нүктеден екі жол бар. Мына нүктеден мен жоғарғы шекараға дейін жүру мүмкін. Пи бөлінген 2 дейін шекарадан асып кетуге болмайды. Ол жерде тангенстің мәні жоқ, сондықтан мен оған дейін ғана жүремін. Немесе мына нүктеден төменгі шекараға дейін жүруге болады. Минус пи бөлінген 2 дейін аралықты қарастыруға болады. Мына аралық немесе мына аралық. Ол үлкен немесе кішіге байланысты. Қараңыз, пи бөлінген 6-дағы тангенстің мәнінен кіші сандар, оның астында, неге астында? Себебі өйткені минус тұр, көрдіңіз ба? Жоғарысында плюс, төменде минус. Яғни мынарда ол 1 бөлу түбір асты 3 болса, тангенстің мына нүктедегі мәні. Онда төменгі мәндері одан кіші бола береді, мынадан кіші бола береді. Себебі минус сандарға түсеміз. Ал плюс сандарға түссек, одан жоғары мәндер бола береді. Мысалы 45 градус ол 1-ге тең, 1 мына саннан үлкенірек сан, иә. Сондықтан біздің таңбамыз мынарда кіші болғандықтан, мен жауап ретінде осы нүктенің өзін және оның төменгі бөліктерін қарастырамын, төменгі шекараға дейін ғана. Енді тангенс пен котангенстің периоды 1 пи болғандықтан, мен мынаның дәл қарама-қарсы жерін көрсетем. Мына нүктені тапқыңыз келсе, мынаған пи қоса салыңыз, пи бөлінген 6-ға пи қосыңыз, онда 7 пи бөлінген 6 шығады. Ол сізге қатты маңызды емес, себебі сіз оны қолданбайсыз. Неліктен қолданбайсыз? Себебі сіз тек қана жауапты периодпен көрсесіз. Оған қарама-қарсы жер мынау да жауаптар болады. Өйткені тангенс пен котангенс ол бір-біріне пи арқылы, яғни мына жер мен мына жер бір-біріне қарама-қарсы 180 градус арқылы. Олардың периоды пи болғандықтан бір жолақ, сосын соған қарама-қарсы жолақ шығады жауап ретінде. Өйткені нарда да міне минус аралықтар көрдіңіз бе? Нардағы мәндерді де қойсақ, мына альфаның орнына, соның альфаның тангенсі мына саннан кіші болады. Енді қай жағын жазамын? Оң жақ қолмен жазыңыз, мына шекараның оң жағындағы суретке қарап жауап жазыңыз. Дұрыс бағыт былай болса, шеңбердің бойымен сағат тілімен қарама-қарсы қозғалған кезде, мына екі нүктенің қайсысы біріншісі, қайсысы екіншісі. Мынау бірінші нүкте, шығатын нүкте старт. Мынау тоқтайтын нүкте финиш. Сондықтан мен минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 6-ға дейін. Мынау үнемі қатаң болғандықтан ол боялмай тұрады. Оны қатаң, ол мына таңбаға бағынбайды. Себебі ол тангенстің жоқ мәні. Бұлдан бастап қай жерге дейін? Пи бөлінген 6-ға дейін. Бұның енді қатаң емес, немесе теңі бар. Себебі мына жерде бұған тең деп тұрғандықтан, иә. Мынарда мынаған немесе тең деп тұрғандықтан. Енді ортада не жазылады? Ортада бізде альфа тұрады. Альфа бізде 0,10x қосылған пи бөлінген 6. Біздің мақсатымыз x-ті табу. 0,5 деген ол x-ің жартысы, x бөлу 2. Мен не істеймін? Плюс пи бөлінген 6-дан құтылу үшін минус пи бөлінген 6 жазамын ортаға. Олай болса мен сол жаққа да минус пи бөлінген 6 жазамын. Және оң жаққа да минус пи бөлінген 6 жазамын. Сол кезде ортада мен пи бөлінген 6-ларым қысқарады. 0,5x деген 2-ден 1x немесе x-ің жартысы x бөлу 2. Мынарда пи бөлінген 6 жазсам қысқарады, пи-н қалады.
мынарда минус пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 2 ол минус 4 пи бөлінген 6 болады. Оны 3-тен бөлсек минус 3 пи минус 4 пи бөлінген 6 болады. 4-ке 6-ға қысарсақ минус 2 пи бөлінген 3 қосылған пи болады. Егер барлығын 2-ке көбейтіп жіберсек, не үшін 2-ке көбейтеміз? Себебі мына бөлінген 2-ден қысқарып бізге x шығу керек. Сондықтан сол жағында, оң жағында 2-ке көбейтіп жіберемін. Мына екеуін де 2-ке көбейтіп жіберемін. Мынаны да. Сол кезде менде шығады минус 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пи-ннан бастап x-тер болу керек 2 пи-нға дейін. Яғни x-іміз бізде минус 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пи-н жай жақша. Себебі ол қатаң жауапқа кірмейді. Және 2 пи-н тек жақсы. Осындай сандарды x-тің орнына қойсаңыз, мына ардағы шыққан зат 1/4-тен кіші болады. Осы. Егер әрине бізде таңба кіші емес үлкен болса еді, онда біз жоғары жағын алатын едік, жауап пи бөлінген 6-тан плюс пи бөлінген 2-ге дейін жазатын едік, оны өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Енді котангенске келетін болсақ, котангенстің шекарасы мынау. Біз тангенсті жауапты оң жақ қолға қарап жаздық. Маңызды емес, сол жақ қолмен жазуға болатын еді. Бәрібір пи-н период, яғни пи сайын қайталана береді. Ал котангенс мен жоғары жақтан жазамын. Себебі мына екі граница, мына екі шекара жоғары және төменгі бөлік қылып екіге бөлінеді. Мен жоғары бөлікпен жазайын. Енді қараңыздар, егер маған теңсіздік былай берілсе, айталық қандай да бір котангенс құрастырайық, 3x қосылған пи бөлінген 4, жаңа біз немесе тең деп алдық, енді қатаң түрде кіші деп алайын, минус 1 санынан. Енді котангенс үшін минус 1, плюс 1 ол плюс пи бөлінген 4, не плюс жерде, минус 1, минус пи бөлінген 4, нарда минус пи бөлінген 4 деген мән бар. Осы жерде және оған қарама қарсы мән 180 арқылы. Мынаны тапқыңыз келсе сіз, мынаған пиді қоса салыңыз, себебі бұл екеуі бір-біріне 180-нен кейін қайталанып тұр. Сондықтан мынаған 180 қосу деген сөз, пиді қоссаңыз 3 пи бөлінген 4 шығады. Мына жер. Енді бұл нүктеден екі бағытта, мен бұны бояп қойдым, бұл негізінде боялмай тұру керек. Неге боялмайды? Себебі менде мына таңба қатаң түрде кіші. Немесе тең болса боялып тұратын. Енді бұл нүктеден былай жүруге болады, 0-ге дейін, мына шекараға дейін, немесе былай айналып мына шекараға дейін жүруге болады. Ол мына таңбаға байланысты. Мына таңба кіші болғандықтан, мына арадағы мәннен кіші сандар плюсқа өтіп кетсем кіші болмайды. Неге? Себебі мына арадағы плюс сандардың барлығы минус 1-ден үлкен. Сондықтан мен мына минус аралығында қарам. Мына жерде қалу керекпін. Яғни мен жауабым мына жер, мына жолақ және мына жолақ болады. Енді мен жоғарғы бөлікке қалап жататын болсам, мен жазам дұрыс бағытпен жүретін болсақ, былай жүретін болсақ, мына екі нүктенің қайсысы біріншісі? Мынау шығатын нүкте, мынау кіретін нүкте, яғни мынау старт, мынау финиш. Яғни жауап болады 3 пи бөлінген 4-тен пиға дейін. Екеуі де қатаң, Әрине мен жауапты мынаумен жазыламын. Мысалы, минус пи бөлінген 4-тен бастап 0-ге дейін деп те жазыламын. Период пи-н. Маңызды емес. Егер мен мына екеуіне пи қоссам, минус пи бөлінген 4-ке пи қоссам, 3 пи бөлінген 4 шығады. Ал 0-ға пи қоссам пи шығады. Сондықтан мынаны жасамам, маңызды емес, бірақ жиі кездесетін жауап ол жоғары қолмен. 0-ден бастап бірінші кездесетін жолақ ол мына жолақ. Ортаға альфаны жазасыз, 3x қосылған пи бөлінген 4-ті. Ары қарай стандартты түрде x-ті табу үшін мына арада плюс пи бөлінген 4-тен құтылу үшін минус пи бөлінген 4 жасаймын. Яғни пи бөлінген 4-ті азайтам екі жағынан да. Мына арада 3x шығады. Мына арада 3 пи бөлінген 4-тен 1 штук пи бөлінген 4-тен 2 пи бөлінген 4, 2-ге қысарсам пи бөлінген 2 қосылған пи-н қалады. Мынарда 3 пи бөлінген 4 қосылған пи-н қалады. Және барлығын 3-ке бөліп тастасақ, ортаны 3-ке бөлу керек, себебі x-ті табу үшін, 3-тен құтылу үшін 3-ке бөлу керек, біз көбейтіліп тұрған 3-тен құтылу үшін. Мына араға 3-ке бөлеміз, мына жерде 3-ке бөлеміз, мына жерде 3-ке бөлеміз, мына жерде 3-ке бөлеміз, барын 3-ке бөлеміз. Сол кезде мына ара пи бөлінген 6 болып қалады. Қосылған пи-н бөлінген 3. Мына ара 3 пен 3 қысқарады, пи бөлінген 4 қосылған пи-н бөлінген 3. Барлық жағдайда да n тиісті z деген жазу қалмайды. Сол кезде жауап болды бізде пи бөлінген 6 қосу пи-н бөлінген 3-тен бастап, пи бөлінген 4 қосу пи-н бөлінген 3-ке дейін. Егер мынарда таңба кіші емес үлкен болса, онда біз мынаның оң жағын алатын едік, яғни плюс жағын алатын едік. Сол кезде жауап бізде болатын еді 0-ден бастап 3 пи бөлінген 4-ке дейін деп, пи-н арқылы әрине. Осы тригонометриялық теңсіздіктердің тангенс пен котангенске байланысты түрін бірлік шеңбер арқылы шығару. Ең бастысы тангенс ол мына жоғарғы екі нүкте кірмеу керек. Тангенстің бірлік шеңбері, котангенстің бірлік шеңбері ол оң жақ пен сол жақ екі нүкте кірмеу керек. Ол тангенс пен котангенстің мағынасы бойынша.